Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осы макасиді тоқимыз. Өте әдемі, аяқта өте ыңғайлы тұрады. Мен 36 размер алдым. Ақтабан және осындай түс жіп алдым. 36 размерге осындайдан біреу кетеді. Және қайшы, күрчек 1,5. Соңына келдік. Бізде 1, 2, 3, 2-3-3-2-3-3-тен айналып келіп, осы жерде 2-3-тен аяқтадық. Мынау аралары алыс, сосын бұл жерге де кішкентай размер болған соң, бұл жерге де 3 тоқимыз. 1, 2, 3. Және келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді алып, күрчектағы жіпке іліп аламыз. Енді осы жерден әр ұяшыққа жаймен, орамсыз бір-біреуден тоқимыз. Сүтіп әр ұяшыққа. Осылай келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді алып, күрчектағы жіптен өткіземіз. Осылай әр ұяшыққа бір-біреуден тоқып, осы жерге айналдырып алып келеміз. Мына соңына келдік. Енді ұзынмен аяқталды. Осы жерден, мына жерден қысқа аламыз. Қысқа тоқимыз. Енді келесі бұрышынан алып, қысқа тоқимыз. Енді келесіге мына екі ұзын ортасына, мына екеуінің ортасына ұзын тоқимыз. Ортасынан аламыз. Енді осының жанына қысқа тоқимыз. Келесіге екеуінің ортасына ұзын, жанына қысқа. Екеуінің ортасынан не тұрады? Сол жерге ұзын тоқимыз. Жанынан мына ұзын қасына қысқа тоқимыз. Енді мына екеуінің ортасына өзі ұяшық болып тұрады. Сол жерге ұзын, жанына қысқа. Осылай екеуінің ортасына ұзын, жанына қысқа тоқимыз. Ұзын, қысқа. Осылай айналдырып 3 қатар тоқимыз. Қазір біз 2 қатар. Осы жерге келдік. Осы жерден аяқтаймыз. Жібімізді үзбейміз. Осы жерден бекітеміз. Жібімізді тартып. Мен жерде дәл ортасын белгілеп қойдым. Осы жерден 1, 2, ортаға 1 оламыз. 4-шісінен бастаймыз. 4-шісінен жібімізді іліп, көтеріп, енді ортаға 1 қалдырамыз. Келесіден 1 іліп аламыз. 1, 2, 2 болды. Маркерімізді аламыз. Осымен 3 болады. Бұл ортамыз. Енді жанынан тағы 2 тоқимыз. 1, 2. Ортаға 1 қалдырамыз. Келесіден іліп, жұмыс жібімізді күрчектағы жіптен іліп аламыз. Енді артқа қарай қаратып, осы жерден астын 6 тоқимыз. Бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі ұяшығымызға қысып тоқимыз. Және одан кейінгі ұяшықты арт жағынан іліп, жұмыс жібін шығарып, күрчектағы жіптен іліп аламыз. Бізде асты 6 болды. Енді үсті жағымыз 3 болу керек. Енді шетінен жаңа қысып тоққан жерімізден
Біреу аламыз, ұзын, қысқа, ұзын, ұзыннан екеу болды, қысқа. Енді осы жерден набұрыштан аламыз, ұзын. Сонда бізде ұзыннан үшеу болды, 1, 2, 3. Енді мына бетінен мына жібіміз бос емес, келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді алып, осы жерден қысып тоқимыз. Және келесі ұяшыққа жібімізді алып, күрчектағы жіптен ілеміз. Енді бізде асты жағы 7 болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, соңғымыз алтау. Енді мынау келесіміз бос тұр, соған кіргізіп, үш жерді қысып тоқимыз. Енді келесін артынан іліп алып, жұмыс жібімізді алып, күрчектағы жіптен өткіземіз. Енді алдымыз 4 болу керек. Осы қысып тоққан жерімізге біреу, мынау ұзын тоққанның үстіне қысқа, келесі ұзын астынан аламыз. Келесіні ұзын тоққан үстіне қысқа аламыз. Келесі ұзын. Сонда бізде 3 болды. Ұзын үстіне қысқа. Және ең соңында қысып тоққан жерімізге ұзын аламыз. Енді мынау ұяшық бос емес, келесі ұяшыққа қысып тоқимыз. Келесін іліп аламыз. Бізде асты жағы енді 8 болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, бұрышта 8. Және тағы. Мынау бос емес, келесіге қысып тоқимыз. Енді біреуін арт жағынан іліп аламыз. Енді бізде алды жағы 3 болды, 4, енді 5 болады. Мына қысып тоққан жерімізге біреу ұзын аламыз. Ұзын үстіне қысқа. Екеуінің ортасына ұзын, қысқа, ұзын, ұзын үстіне қысқа, ұзын аламыз, қысқа аламыз. Және қысып тоққан жерімізге ұзын аламыз, ұзын тоқимыз. Келесі бос емес, келесі ұяшыққа қысып тоқимыз. Және келесі ұяшықта іліп аламыз. Енді бізде 3, 4, 5 болды. Енді бізде асты жағымыз 10 болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ең соңғысы 10. Және келесі ұяшыққа біреу тоқимыз, қысып, енді біреуін артынан іліп аламыз. Енді 3 болды, 4, 5, 6. Бізде алды 6 болады қазір. 1,
uzun, 2 uzun, uzun üstüne kısa, 3 uzun astından alamız, janından alamız, astından alamız, janından dokuymiz, astından alıp dokuymiz, және жанынан алып тоқимыз. Енді осы жерден қысып тоқыған жерімізге ұзын аламыз. Және анау бос емес, келесі яшыққа біреу қатты қысып тоқимыз. Содан кейін іліп жұмысшымызды күршіктағы жіптен іліп аламыз. Дәл осылай 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-ау болды. Енді бізде жаңа асты жағы 10 болды. Енді қазір бізде 12 болады. Үсті жағы 7-еу болады. Солай қазір 10 болса, келесі астымыз 12 болады. Дәл солай 16 қатар тоқимыз. Біздің жерде енді біздің қатарымыз мынандай оюдан 3-еу, 6-ау, 9, 12, 15 болды. 16 қатар қылуымыз керек. Барлығын жаңағыдай тағы бір 2 қатарын көрсетіп жіберейін. Артқы жағы 1-еу, 2-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, жаймен тоқимыз. 5-еу, 6-ау, 7-еу, 7-еу, 8, 9, 10, 11. Осылай осы шетке шейін алып келеміз. Бізде мына шетіне келдік. 32 болды. 32, 33, 34-пен аяқталады. Мына біздің 16-шы қатарымыз. Енді мына ішкі жағы 34 болды. Мынау соңғысын қысып тоқимыз. Келесісіне арт жағынан іліп алғаныз дәл бағанағыдай. Бәрін сол екеуден қосып, алды жақтары бір-біреуден қосылады. Енді соңғы қатарымыз бұл біздің. Соңғы қатарымыз 18 болады. Мынау бұрыштан бастаймыз. Жаңа қысып тоқыған жерімізге ұзын 1-еу, қасына жанына қысқа, ұзын 2-еу, 2-еу, қысқа. Қысқа тоқимыз. Ұзын, қысқа, ұзын, қысқа. Тек ұзындарын санайын. 3-еу, 4-еу, мынамен 5-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8, астынан аламыз. Жанынан 8, 9, жанынан аламыз. 10, жанынан аламыз. 11, 11, жанынан аламыз. 12, жанынан аламыз. 13, жанынан аламыз. 14, жанынан аламыз. 15, жанынан аламыз. 5, 16, жанынан аламыз. 17, жанынан аламыз. Енді мына жерде ең соңғы 18 болады. 18-бен аяқталады. Мына қысып тоқыған жерімізге 18-ші ұзынымызды тоқимыз. Және осы жерден келесі ұяшыққа жібімізді алып, күршіктағы жіптен өткізіп, осы жерден аяқтаймыз. Аяқтағанда тек жібімізді үзбейміз, осы жерден өткізіп, енді арт жағын бастаймыз. Бізде енді бұл жерде 16 қатар болды. 3-еу, 6-ау, 9, 12, 15, 16 қатар. 16 қатардың оң жағынан аяқтаймыз. Енді арт жағын тоқимыз. Осымен бірінші сабағымыз аяқталды.